Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай және де блогингке саяхат онлайн сабақтарымыз жалғасуда. Сонымен алдыңғы сабақтарда біз инстаграмға пост жазу, текст жазу, мәтін, фото барлығын қарастырып шыққан сияқтымыз. Және де келесі бір маңызды нәрсе, біз өзіміздің аккаунтымызға анализ жасаймыз, яғни статистикамызды тексереміз. Бұл да бір өте маңызды, өйткені достар, қараңыздар, сіздер қанша жерден еңбектеніп жатырсыздар, посттарыңызды қызықты қылып жазудасыздар, фото жазудасыздар. Бірақ ешқалай да сіздердің подпискаларыңыз көбеймесе, жазылушы саны ешқалай көбеймесе, онда сіздің статистикаңызда бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Статистиканы қалай тексереміз? Өзіміздің аккаунтымызға кіріп, яғни сізде бизнес аккаунт болу керек. Егер де аккаунттарыңыз әлі бизнес аккаунтке ауыспаса, онда бірден ауыстырасыздар. Және де мынау біздің профиліміздің жанында тұрған үш сызықшаны басамыз. Осының үшінші жерінде статистика деген бөлім шығады. Бұл жерде біз барлық статистикамызды көреміз. Яғни бізде қанша адам жазылды, мысалға осы аптада қанша адам жазылды, қай публикация сіздерде ең үздік көрсетілім алды, соның барлығына сіздер жақсылап анализ жасау керексіздер. Бұл не үшін? Өйткені, егер де сіздің бір постыңыз өте жақсы қаралым жинап, қалғандары жинамаса, онда сол постыңыздың тақырыбы өте сәтті шыққан деген сөз. Және де сол постыңыздың тақырыбына қарай сіз ары қарай да өзіңіздің тақырыптарыңызды ыңғайластырсаңыздар болады. Сонымен бұл жерде бізде қандай мағлұматтар бар? Келесі контент деген жерін көрдік. Енді келесі действие деген жерін қарасақ, қай күні сіздің қай постыңыз жақсы қаралым жиналғанын көресіздер. Бұл жерде бізде охват деген нәрсе бар, және де жалпылама показы, яғни жалпы көрсетілімдерді көре аласыздар. Охват пен показдардың қандай айырмашылығы бар, соны қазірде талдап өтейік. Показ дегеніміз жалпы сіздің көрсетілімдеріңіз, яғни сізге жазылушылар кірген сайын, сіздің постыңызды көрген сайын, ол показ ретінде санала береді. Яғни показ әрдайым охватқа қарағанда көбірек болуы мүмкін. Ол яғни заңды нәрсе. Ал охват дегеніміз не? Охват деген ең негізгі сізден жарнама берушілер сұрайтын нәрсе. Өйткені охват деген ол сіздің уникалды көрсетілімдеріңіз. Яғни сізге жазылған адамдардың қаншауы сіздің постыңызды шынымен де оқып шықты, шынымен де лайк қойып, комментарий жазды, осының барлығы охват дегенге саналады. Сонымен оның астында сіздің постыңызды, яғни сіздің профиліңізді көрген адамдардың саны бар. Яғни тек қана пост емес, ол адамдар қайттан сіздің кім екеніңізді, сіздің стористеріңізді көргісі келіп, сіздің профиліңізді басқан адамдар саны. Одан кейін сіздің сайтыңызға, яғни алдында біздің анықтама жерге жазған бір сілтеме қалдырдық. Мысалға, менде ол YouTube арнам болатын. Сол YouTube арнама қанша адам басқанын мен көре аламын. Және де келесі, ол біздің өзіміздің жеке данныйларымыз, яғни мен өзімнің почтамды жазғам, немесе номерімді көрсеткем деген сияқты сол жерге қанша адам жазылғаны, қанша адам сол кнопканы басқаны көрсетіліп тұр. Енді келесі қызық нәрсе, ол бізде аудитория деп аталады. Бұл жерде біз қанша бізде нақты жазылушы барын білеміз. Өйткені біз білеміз, егер де сан сіздерде 10 мыңнан асса, мына жеке профильда ол бізде нақты саны көрсетілмейді. Сол үшін бізге статистикаға кіріп, нақты саны қанша екенін біз осы аудитория деген жерден білеміз. Одан кейін сіз өзіңіз мына жерден мынандай диаграммада прирост көресіз. Яғни қанша адам сізден қайттан отписка жасап кетті, қанша адам сізге жазылды. Осының барлығы міне қызылмен, жасылмен көрініп тұр. Мысалға, менің мына жерімде 15 сәуірде маған өте көп адам жазылған, яғни 15 сәуірдегі менің постым өте жақсы шыққан деген сөз. Сол себепті міне осындай диаграмма арқылы көре аласыздар. Одан кейінгі жерде топ местоположение дейді. Яғни менде, мысалға, менің статистикамды қарайтын болсақ, менде көбінесе Алматы қаласынан, мысалға, 32% адам оқиды. Одан кейін Алматыдан кейін Шымкент тұр 9%, одан кейін Астана қаласы, Тараз және де Атырау дейді. Міне, одан кейін бұны сіз мемлекет бойынша да қарасаңыз болады. Яғни менде әрине Қазақстан 93% болып тұр. Одан кейінгі басты нәрсе ол адамның
возраст, яғни сізді оқитын адамдардың жас мөлшері қандай, соны білесіз. Бұны сіздерден жарнама берушілер, жаңағыдай клиенттер өздері сұрауы мүмкін. Менде көбінесе оқитын ол әйел адамдар, және де әйел адамдардың жасы ол 25-34 жас аралығындағы әйел адамдар. Негізі біздің нарықта өте жаңағыдай платежеспособный дейміз, сондай жарнама берушілердің іздейтін аудиториясы осы 25-тен асқан адамдар. Сол себепті, егер де аудиторияңыз енді 18-ден бір 30-ға дейінгі аудитория болса, ол сізде өте жақсы болып саналады. Және де менде келесі ол 18 бен 24 арасындағы адамдар, одан кейін 35-44 арасындағы адамдарды оқиды екен. Және де ең соңы 13 бен 17, және де 45 бен 54 жас аралығындағы адамдар. Және де көбінесе мен әйел адамдар оқиды, мысалы, ол 76%, және де ер адамдар 24%. Яғни менің аудиториям көбінесе әйел адамдарға негізделген деп жарнама берушілер солай өздері анализ жасайды. Және де келесі сіз үшін өте маңызды нәрсе ол подписчики деген жер. Яғни сіздің жазылушыларыңыз қай күндері белсенді, қай күннің сағатында белсенді екенін көре аласыздар. Мысалға, бүгін дүйсенбі болса, дүйсенбінің қай уақыты менде өте белсенді екен. Ол 5-те 7 мың адам, мысалға, кешкі 9-дарда көреді. Яғни, егер де мен постымды сол кешкі 9-ға қарай шығаратын болсам, менің постымды оқитын адамдар саны көбейеді деген сөз. Ал ең азы, мысалға, түнгі 3 немесе таңғы 6 болуы мүмкін. Ол кезде енді пост жариялаудың қажеті жоқ, яғни тиімді емес дегенді білдіреді. Және сондай-ақ қай күндері, мысалға, менің күндерімнен ең жақсы оқылатын ол дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі күндері өте жақсы оқылады екен. Тек қана сенбі күні адам саны аз болып тұр. Яғни маған барлық күнде пост жасай берген ыңғайлы болады. Не достар, бұның барлығы біздің статистика туралы білетін нәрселеріміз. Енді тағы да бір өте маңызды нәрсе. Ойлайық, енді сіз жаңағы үлкен блогерсіз, кәдімгі сіздің керемет аудиторияңыз жиналды, посттарыңыз оқылуда. Енді бір өте маңызды нәрсе ол сіз өзіңіздің профиліңізді, яғни аккаунтыңызды кәдімгідей қауіпсіз қылу керексіз. Қауіпсіз дегенде өзіңіз үшін ол ешкім кіре алмайтындай, ешкім сізді бұза алмайтындай сондай қауіптілік жасау керек. Мысалы, қайттан жаңағы 3 таяқшамызға басамыз, және де настройки деген жерге кірсек, бізде безопасность деген жер пайда болады. Безопасность деген не үшін керек? Сіздің аудиторияңыз үлкейген сайын, сіздің танымалдылығыңыз артқан сайын, сіздің аккаунтыңызды бұзғысы келетін адамдар, немесе жай ғана бір көре алмайтын мүмкін адамдар болса, олар сіздің аккаунтыңызды бұзуы мүмкін. Егер де сіздің пароліңіз оңай болса, сіз ешқалай оны қауіпсіздік шараларын қолданбасаңыз, онда сіздің аккаунтыңызды бұзу оңайға түседі. Сол себепті бірден бір нәрсе ол парольді өте жақсы қылу, және де барынша парольді жиі ауыстырып тұру керек өзіңізге. Және де двухфакторный аутентификация деген нәрсе болады. Осыған кіріп, сіз міндетті түрде өзіңіздің инстаграмыңызды өзіңіздің номеріңізге байлап қойсаңыз болады. Немесе Facebook аккаунтыңызға, немесе басқа да екінші почтаңызға байлап қойсаңыз, сіздің аккаунтыңызға басқа бір құрылғылардан кірген сайын сізге сондай бір SMS келіп отырады. Яғни сіздің аккаунтыңызға басқа құрылғыдан адам кіріп жатыр деген сияқты осындай SMS-тер келіп отырады. Сол SMS-ті көре салып, сіз мысалға өзіңіздің аккаунтыңызды заблокировать етіп тастап, немесе паролін ауыстырып тастап, ол жаңағыдай зұлым адамдарға өзіңіздің аккаунтыңызды бермеуге шара қолданасыз. Сонымен достар, тағы да бір инстаграмдағы өте қызық тақырыптардың бірі. Егер де білетін болсаңыз, кейбір әншілердің, мүмкін бір жұлдыздардың парақшаларында мынандай бір көк белгіше тұрады. Ол белгішені қалай алуға болады? Шын мәнісінде ол белгішені егер де сіз шынымен де бір қоғамда жасап жүрген істеріңіз болса, бір танымалдылығыңыз болса, алу өте оңай. Достар, сонымен ол көк белгішені алу үшін сіз жайлы бұқаралық ақпарат құралдарында материалдар болу керек. Мысалы, сіз жайлы жазылған мақалалар, немесе сізден алынған сұхбаттар, осының барлығын жинап, сіздер Инстаграм штабына жібересіздер. Сол кезде сіз анкета толтырасыз, сіз жайлы бүкіл ақпарат тексеріледі. Егер де сіз сол Инстаграмның критерийіне келетін болсаңыз, онда сізге сол көк белгішені қойып береді.
Сонымен көк белгішеге лайық болу үшін біраз еңбектенейік, біраз тер төгіп, пост жазып, суреттерді әдемі қылып өңдеуге тура келеді. Бірақ менің ойымша осы сабаққа дейін жетсеңіздер, сіздердің қолдарыңыздан бәрі де келіп жатыр. Және де ең бастысы жазуға деген, жалпы блогингке деген махаббаттарыңыз оянуда деген сенімдемін. Сонымен келесі сабақтарда кездескенше.